Бастаймыз ба? Ассалаумағалейкум достар. Бұл арнамыздың 3-ші шығарылымы. Бүгінгі влогта сіздер әлеуметтік желінің күшін сезініп, мүмкіндіктерін көре аласыздар. Сонымен қатар Беруст академиясының директоры Мейірбек Бердібайұлымен өнімді сұхбаттасып, Асата Фудс компаниясының негізін қалаушысы Тайыр Нұғыманов бауырымызға қонаққа барамыз. Арнамызға жазылып лайк басамыз. Ендеше біз бастаймыз. Жалпы өзіңізді кім деп ойлайсыз? Кіммін деп санайсыз? Енді оборотыңызды айтып кетсеңіз. Шамамен күніне 200-300 келі бауырсақ өндіріп. Осы Беруст академиясының істегелі бері үмітіңіз ақталып жатыр ма? Бұл және өте жіңішке қылдың уақытында жүресің де сен. Ауылымды қатты күйіп кеткім келетін сал. Батылыңыз жетпей жүрген қандай бар? Отырмын, қолым қатты күйіп қалған. 4-ші степень азот қол. Оған екен. Айттым ғой достар, біздің елімізде өндіруші компаниялар жетерлік. Бүгін біздің бағдарламада қонақта Асата Фудс компаниясының негізін қалаушысы Тайыр Нұғыманов мырза. Ассалаумағалейкум, Тайыр мырза. Қош көрдік. Жалпы осы компанияны құру барысы қалай басталды? Енді бұл компания негізі сол өзіміздің көне деп айтсақ та болады. Өйткені көптеген біздің басқа облыстарда білмейтін бауырсақтардан басталды. Ұсақ бауырсақ деген бренд қалыптастырып, енді ол да әрине алдынан айтып жүрген нәрсе, сол бір кино көріп отырып, отырғанда өзіме бір идея келді. Өйткені бір өндіруші компания ретінде өзімді қалыптастырғым келді. Өндіруші кәсіпкер болғым келді. Өзіміздің бір ұлттық тағамды бір импортқа шығарсам ба деген, экспортқа шығарсам ба деген ой болды да. Көптен мазалап жүрді. Енді оған дейін де көптеген кәсіппен айналысып жүрдік. Ұсақ түйекші алып сату, қызмет көрсету сияқты салалардың. Сөйтіп жүріп, өзіміздің сол өзім шығыстың тумасымын, Аягөз қаласының, сол өзіміздің апамыздың қолынан жеген бауырсақтар, анамыздың күнде жасап беріп жүрген, бала кезден дәмі таңдайда қалған ұсақ бауырсақ, ши бауырсақ дейді. Сол ши бауырсақтардан бастау алды. Сол ши бауырсақтарды кішкентай қораптарға салып, пакеттерге салып, шағын дүкендерге сатып бастадым. Нарықтарын зерттедім. Осы бізде нарықтың сыйымдылығы қандай, кім алады, сұраныс қандай екен бұл тағамға, сақтау мерзімі қандай. Әрине бас кезінде опық жедік, жақсы бір соққылар алдық. Бірінші болып 5 миллион шамасында инвестиция тарттым. Жақын бір таныс кісіме айтып, сол қолдап, одан алған 5 миллион теңгені 5 тонна бауырсақтай жасадым. Ол бауырсақтың 70% бүлініп кетті. Біз сақтауын білмедік, қалай сақтау керек. Сол ыстық күйінде бауырсақтарды алып сала бергеніміз бірінің үстіне ойлаңыз. Мына бауырсақтың өзі мынандай кішкентай ғана да, ол 5 тонна деген осындай бір үлкен бір дәу бөлме болады. Соны сақтауын білмей бірінің үстіне бірін сала беріп, ана бауырсақтар бүлініп, сондай бір құлдырауға, банкроттыққа жақындап келіп, қайтып, еш жиған кезеңдер болды. Сол тығырықтан қалай шықтыңыз сол кезде? Енді тығырықтан ең бірінші мен ойлаймын алып шыққан нәрсе еңбек пен жігер деп. Сенім болды, иә? Сенім болды, қайтпасқа. Енді мен былай айтқанда ол сәтте мен өзімді банкрот ретінде сезінген жоқпын. Әрине бір қиындықтың тап болғанын түсіндім. Ақша жоқ, мысалға бар қорың 5 миллион теңге. Енді 5 миллион теңге ол кезде бір үлкен ақша сияқты көрінді. Ойбай, 5 миллион теңге мен қазір қырып жіберем, мен бір сразу бір үлкен миллионер болып кетем деген сияқты бір ойларда болды. Мүмкін сол да бір өзінің септігін тигізген шығар. Мысалы қазіргі таңда сондай нәрсе істесек, мүмкін мен абдырап қара алмадым. Мысалға өзіңе деген бір сенімдіктен кішкене айырылып, ондай сезім болған жоқ. Алдыға деген ғана сол қалған 30%-ды айналдырып, әйтеу ана жерден қарыз алып, достарымыздан қарызға кіріп, сөйтіп ары қарай әйтеу. Бастапқыда сіз сол бастадыңыз, өз кішігірім цехыңызды аштыңыз, иә? Сатылым қалай болды бастапқыда? Қалай саттыңыз? Магазиндерге қалай бардыңыз жалпы? Енді мен өзім қалай айтсам болады екен, продажник дейді ғой. Сол продажаға өзім сату маманында өзім қатты сол сала бойынша көп зерттедім. Сол бойынша көп жұмыс істедім. Өзіміздің пенсионный саласында, зейнетақы қорларында сатушы ретінде жұмыс істедім. Біраз жерлерде былай айтқан кезде сол тәжірибе жиналды, сол тәжірибе көмектесті. Одан бөлек мен зерттей бастадым. Мен нарыққа өзімнің, енді қараңыз, менде бірақ қана бауырсақ бар, жәнегі ши бауырсақ дедік қой, бірақ мен оны 8 түрге бөлдірдім. Әртүрлі ғой, менде бір ассортимент бар сияқты болды да. Елдерге барам, бір үлкен компанияның представителі келген сияқты осылай. Саламатсыздар ма? Менің атым Тайыр Нұғыманов, мен Асата Фудс компаниясының қызметкері едім. Бізде осындай өндіретін тағамдарымыз бар.
Негізінде келгенде ол бір-ақ түрлі тағам да. Бірақ бауырсақта мен соны граммдарға бөліп тастадым же. Сонда жақсы қораптай білдіңіз ғой. Иә, жақсы қораптап, әдемі түр сала білдім. Кішкене елдерден бір артықшылық ойлап отырдым да, мысалға біздің нарықта ол бауырсақтар бар, қазір де бар, үлкен конкуренттерінде бар нарықта, мысалға олар қарапайым ғана пакеттерге салатын. Мен де сол пакеттерден бастадым. Бірақ нарықты түсіндім де, кейін оны әдемі қорабын жасап, логотипін жасатып, дизайнын жасатып, мысалға сондай нәрселерге мән бердім. Сол мен мысалға былай айтқанда бастапқы кездегі артықшылықтарым сол болды. Мейірбек мырза, қош көрдік. Сізді біз Барракуда бокс мектебінің негізін қалаушы ретінде, бизнес тренердің продюсер ретінде және Virtus академиясының директор ретінде танимыз. Жалпы сізге философиялық сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы өзіңізді кім деп ойлайсыз? Кіммін деп санайсыз? Жаңағы айтқандардың ішіндегісі ма, қайсысы? Жоқ, өзіңіз кім деп санайсыз өзіңізді? Жоқ, сұрағыңыз... Иә, бұл философиялық сұрақ. Жоқ, мысалы... Кәсіпкерсіз ба, жақсы әкесіз ба? Ең алдымен мен жалпы қоғамға пайда келтіруші адам ретінде өзім қарастырғым келеді. Маған ең бірінші сол да, білмеймін, көп сұрап жатады ғой, саған мотивация не, өзіңе қайдан күш аласың депші. Мен бүкіл өзім армандарымды қарастырған кезде мен жалпы жіктеп анализ жасаймын армандарыма. Сөйтсем, көмектесу қатты өзіме ұнайды да, мысалшы. Адамға көмектесу. Иә, мысалы мен егер болашақта мынандай жоспарым бар, ауылымды қатты көркейткім келеді, мысалшы. Мысалы, кімнің Бауыржан Оспанов ағамыздың мысалы несі, ісі маған кәдімгі үлгі да. Сізді шабыттандырады. Ол қатты шабыттандырады сол кісінің несі. Ауылына деген сондай махаббаты, солай. Мен де мысалы сондай көп нәрсе жасағым келеді. Білмеймін, ауылға деген, ауылда өзі көп тұрған жоқпыз ғой, мысалы мен 9 жасқа шейін тұрдық, кішкентай кезімізде көшіп кеттік қоныс қалаға. Бірақ ауылға деген махаббатым сондай қалып қалды да. Ауылға қатты көмектескім келді, ауыл жастарына. Ауылда бір керемет мектеп, ауылда бір жақсы бір спорттық орталықтар сонда көп салғым келеді. Сол сіздің болашақтағы бір арман мақсатыңыз, иә? Иә, бір маған сол күш береді. Осы нәрселерді жасау үшін адам ең бірінші өзін өзгерту керек шығар, иә? Сіздің ойыңызша қалай? Жалпы өзін, қоғамын, отбасын, содан кейін барып жаңағыдай. Иә, қазір барлығымыз көбінесе көп айтылып жатыр ғой соңғы кезде ше. Сен бірінші ең алдымен өзіңді өзгерт, содан кейін басқасын бәрі өзгереді. Қазақстан өзгертпей ақ қой, нені өзгертпей ақ қой деген сияқты ше. Сөйтіп мен де соны түсінгелі бері өзіме қатты көмектесті солшы. Мен қазір ешкімді өзгерткім келмейді ең бірінші. Мен өзін өзгерту арқылы кейін барып қана көмектескім келеді. Мысалы басында сол ғой бәрімізде. Ата-анама көмектескім келеді, неге көмектескім келеді, анаға, мынаған, өзі қарасаң әлі ештеңе бітірмегенсің, ешқандай нәтиже жоқ, ешқандай бизнесің жоқ, ешқандай бір мансапта көтерілмегенсің. Өте сол үлкен жаңағыдай кедергі. Сіз 2005 жылы қателеспесем, жеке бизнес деген кәсіпкерлік мектеп құрдыңыз. 2016 жылы. 16 жылы. Бір жылдай жұмыс жасады. Біздің оқырмандарды көп сұрақ қойып отыр. Мен осы Мейірбек мырзамен сұхбаттассаңыз мына сұрақ қойыңызшы деп. Сіз жеке бизнес кәсіпкерлік мектебін бастадыңыз, жүргіздіңіз. Ол нәтижелері болды, пайдалы келе бастады. Сосын аяқ астынан жаптыңыз да Virtus академия құрамасына кіріп бірге жұмыс бастадыңыз. Бұған не себеп болды? Ол бұл жерде мысалы мен сол кезде түсіндім, ең мықтысы, мысалы сен жалпы тренинг жүрген кезде арасында мықты сен болып қаласың. Түсіне бастайсың, өйткені саған көбінесе ақыл сұрауға, кеңес сұрауға, бизнес дамыту бойынша келеді ғой. Мен өзім өспей жатқанымды түсіндім да. Бір қалып қалғанды, мысалы бір жақсына жақсы, сен көп адамдар келеді, ақшасы да бар, жаңағыдай басқалар, телевидениялар саған көңіл бөле бастайды. Бірақ көңілмен шықпай тұрды. Бірақ үнемі ойымда менен күшті бірге жұмыс істейтін адам керек болды маған қасыма. Партнер ретінде ше. Сол кезде тамыз айында Қуаныш Омбаймен таныстық. Содан кейін екеуміз ары қарай екі рет па кездестік, содан кейін бірге жұмыс істейтін болып шешім қабылдадық. Ол Virtus сол кезде жоқ болатын әлі, Virtus ашылмаған. Virtus сол кезде бірге құрдық. Мен сол кезде бүкіл базамды жеке бизнестегі жаңа не істеген сол Virtus алып келдік, и соны академия ретінде үлкейтіп соған кірістік. Қазір Virtus академиясының директоры. Қазір Virtus академиясында. Осы Virtus академиясында істегелі бері үмітіңіз ақталып жатыр ма? Иә, мысалы мен өкінбеймін осы Virtus академиясына, мысалы, соған осы жобаға бірге қосылғанына. Себебі мен кезіндегі Virtus'та ойлаған нәрседен көп нәрсе жасалынып жатыр да. Мысалы, бұл көп, мысалы мен
мынандай да көбісі бір минут жібереді. Мен өзім главный болуым керек, мен басшы болуым керек дегенші. Бәрі өзі номер один болғысы келеді. Иә, мысалы жеке бизнесте жүре берсем болатын еді да, мысалы Жақып өзімше, мен ғана басшымын, мен ғана номер бүкіл, мен ғана кітабым шығу керек, мен ғана реалити шоу түсіру, мен ғана жүргізуші болуым керек. Ал қазір менде кішкене басқаша рөлде. Өзіме осы рөлім ұнайды да өзімше, мысалшы. Қазір қандай рөл дейсіз сонда? Қазір мен көбінесе мына тренерлерді, маған продюсер әсіресе өзім тренер болудан гөрі маған керісінше тренерлер шығарған дамытқан адам ұнайды екен да. Адамдар дамытқанша. Сол себепті мен қазір көбінесе қазақ тілді спикерлер дайындау өте қатты қызық маған. Өйткені қараңызшы, мәселесінде біз адамдар дамыту жағынан көп қазір зерттеп жатырмыз да. Мен сол білімді сол спикерлерге үйреткім келеді да. Олар да барып аудиторияның психологиясын жұмыс істеп үйренсе. Мысалы өйткені ол бір бөлек қой, қарап отырсаң, не қиындығы бар деп ойлайсың ғой. Шықтың, аудиторияның алдына шықтың, сөйледің, адам жинап алдың да, айттың да, деді кеттің деген сияқты, ақшаны алып кеттің. Ондай, 200 адам алдына шығып көрсең бір тақырыппен. Бітіп қалады тақырыбың ана жерде. Олар сен күлдіріп көрші 200 адам. Күлдіру ең қиындарының бар ғой, адам аудиторияны күлдіре білу да, оның көңілін таба білу. Оның барлығы күнделікті сенен де бір еңбек талап етеді да, үнемі өзін дамытып отырсаң болмайды. Сіз жаңағы адамдарды үйрету арқылы мүмкіндікті одан арттырасыз ғой. Сіз мысалы өзіңіз берсеңіз, сіз 200 адамға бересіз. Ал егер сіз басқа адамдарды үйрететін болсаңыз, ол арқылы көп адамдар айтқанда масштабы үлкейеді. Иә, әрине, ол мысалы сол ғой. Сенің біліміңді, сенің берген жаңағы тәжірибеңді ол кеңінен көп адамға пайдасы тиеді да. Өйткені мысалы осы адам дамыту саласы қызық болғаннан кейін мүмкіншілік көп адам алу керек онша. Мен өзім Алматыда отырып алып қанша адамға беремін десе жарайды. Максимум өмірім соңына шейін бір 3000-4000 адам болатын шығар мысалы да. Егер жалғыз өзім болатын болсам. Ал сен егер қосымша өзің астыңа шәкірттер дайындап, олардың бәрін жаңа Қазақстан бойынша жіберетін болсаң, ол қанша адам пайдасы тиеді. Қазір елімізде өндіруші компаниялар өте аз деп естіп жатамыз. Бірақ сіз осы өндіруші компанияларының бір болғандықтан осы нарықта бізде Қазақстанда, елімізде қаншалықты көп өндіруші компаниялар бар. Сіздің компанияңыз басқа компаниялардан немен ерекшеленеді? Соңғы 2 жыл кәсіпкер болу, бизнесмен болу деген ол тренд. Оны мойындау керек. Бұл нәрсе, қызығушылық бар. Бұл нәрсеге қызығушылық болғанда уже кәсіпкерлікке де, өндіріске де қызығушылық арта береді. Өндірушілер де көбейеді деген сияқты. Бірақ бір нәрсе айтуға болады, бізде конкуренция әлі өте аз. Кез келген сала болсын. Әрине, шетелмен салыстырмай-ақ та қойық, біз алысқа кетпей-ақ та қойсақ болады. Мысалы, мынау көршілес жатқан елдермен де салыстыратын болсақ, мысалға, қазіргі таңда біздің нарығымыздың өзінде 70% сырттан келеді. Ол факт, даже біз өндіріп жатқан тәтті, жәнегі торт, кондитерлік өнімдер, мысалы, пирожныйлардың өзі, мысалы, біз Қырғызстанның да нелері жетеді, орыстарда, белорустарда, украиндықтарда өте көп. Бұл айтқанда, олар мында өндірмей, сол өз елдерінде өндіріп, бізге әкеліп сатып жатқандар. Біздің нарыққа сатып жатыр. Соған қарабақ біз өзіміздің өндірушілердің өте аз екенін көруге болады. Одан бөлек мәселе, бұл өндіріс деген өзі бір машақат үлкен нәрсе ғой. Үнемі ақшаны қаражатты қажет ететін, үнемі көңіл бөлгенді қажет ететін, үнемі жаңа мамандардың тапшылығын қажет ететін нәрседе. Сондықтан бұл өндіріске көп адам кірмейді. Енді бір ауыз толтырып ойбай, мен бір үлкен өндіріш компаниямын деп айта алмаймын. Біз шағын өнеркәсіп, өндіріс саласымыз. Қазіргі таңда айлық компанияңыздың обороты? Енді Аллаға шүкір, қазір Шымкент қаласында, Тараз қаласында, Астана қаласында, Алматы қаласында, осы 4 облыста өзіміздің бауырсақтарымызды үлкен супермаркеттермен жұмыс істесеміз. Мысалы, Алматы қаласында Рамстор, Арзан секілді супермаркеттер, одан бөлек басқа қалаларда Магнумдармен, өзінің әр регион дейміз ғой, әр өңірдің өзінің бір алып компаниялары бар да, супермаркеттері бар, ритейл дейді. Ол ритейл саласында, мысалға, Тараз қаласын алатын болсақ, қазіргі таңда жақсы қарқынды дамып келе жатқан тәтті себеттер бар, вкусная корзинка деген нелер бар, компаниялар бар, сондай сияқты. Мысалы, әр қаланың сондай үлкен жақсы компаниялармен жұмыс істесеміз. Енді оборотыңызды айтып кетсеңіз. Енді оборот дегенде, мысалы, қазіргі таңда шамамен күніне 200-300 келі бауырсақ өндіріп шығарамыз күніне. Одан бөлек бізде қазір хворост дейді, орешки деген тәттілер бар. Тағы да қосымша торт, пирожныйларға зейін бөліп жатыр, көңіл бөліп жатыр. Менің айтпағым, оборот деген айналым, теңге айналымы қанша болып жатыр? Енді бұл мен сізге айтып тұрмын, бір келі бауырсақ
700-800 теңге көлемде есептейтін болсаңыз, мысалы оны 200-ге көбейтсеңіз, күніне мысалы 160 мың теңге, 200 мың теңге болғанда, мысалы бауырсақтың өзінде айына бір 10 миллион теңге төңірегінде мысалы қазіргі таңда айналым обороты бар. Ал осы өндіріс саласында қаншалықты табыс бар? Енді өндіруші мынандай да, менде әрдайым өзімнен үлкен ағаларымнан, осы өндірісті менен бұрын бастаған кісілермен ақылдасып, солардан ақыл кеңес алып жүрмін. Маған бір жақсы айтқан қағида бар. Өндіруші компания өзіне 30% ақшасы үстіне маржа қалмайтын болса, ол жұмыс істей алмайды, ол ұзаққа шаба алмайды да. Сондықтан сен өзің өндіруші болғандықтан, енді бұл жерде де әрине ең басты факторлардың бірі ар-иман деген нәрсе бар. Мысалы, өйткені сен айтып жатыр ғой, біздің өндіріп жатқан нәрселерді, мысалы, ГМО қоспаймыз, таза табиғи нәрселерді өзіміздің осында қымбат болса да майлардың өзі шедевр деген сияқты майлармен сапалы маргариндарды қосамыз, қант болсын. Былай айтқанда продуктқа қатты аса маңыз бересіз. Егер ол нәрседен жейтін болсаң, 80-90% маржаға алуға болады да, мысалға. Енді сен өзің өндіріп жатқансың, өзің білесің ғой, не қосқың келсе. Енді сол басты нәрселерге, сол функцияларға аса мән берсең, енді бір 30-40% үстінен пайда қалып отырады. Қазіргі таңда жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлер бар, олар осы әлі тәжірибесі жоқ бола, осы өндіру саласына кіргенді қалай қарайсыз? Жалпы қалай кеңес айтар едіңіз? Енді мен айтар едім, кәсіпке ешқандай опытсыз, ешқандай тәжірибесіз өндіріске кірген қиындау болады. Өйткені мен өзім бірнеше жыл кәсіпте жүріп айттым ғой, қызмет саласында, алып сату саласында жүргеннің өзінде қатты қиналып қалған сәттер болды да. Мысалы, опыттың жетіспеуінен, таныс тамырдың аздығынан, мысалға, дей тұрғанмен, енді біреуге бірдеме деп айтудан қорқамыз да, өйткені кәсіпкерлік деген өзі сондай ғой, тұрақсыз зат та. Бұл мысалға бұл кәсіпкерліктің екі жолы бар да. Біреуі сен алаяқ болып кетуің мүмкін, екіншісі сен елге танымал меценат, белгілі бір абыройлы азамат болып кетуі мүмкін да. Бұл өте жіңішке қылдың ортасында жүресің да сен. Әрдайым риск бар, әрдайым риск бар, тәуекелділік бар, жұмысшылардың жалақысы бар, өндіріп жатқан затының сапасы бар, кеңсенің жалақысы бар, рекламаның ақшасы дейміз, таргет реклама көп қой, солардың бәрі, былай айтқан кезде, бір жерінен бір ағаттықта, жұмысшыларыңа бір ай, 2 ай жалақы бермей қойшы. Ертең компанияңыз тоқтап тоғыруға кетіп қалуы мүмкін. Жұмысшың кетіп қалады, одан бөлек, енді оның да семьясы бар, оның да отбасы бар, ертең ол адамдар сен жайлы сондай әңгіме айтатын болады деген сияқты. Мысалы, не болмаса өндіріске қажет заттарды алғанда да, мысалға, үлкен компаниялармен жұмыс істескен соң, мысалға, алыс беріс, қарыз деген сияқты нәрселер болады. Осының бәрі енді ол бір қиын мәселе да. Оны кішкене зерделеп кірген жақсы деп ойлаймын. Нәтижелер қалай болып отыр қазір? Сұраныс бар ма нарықта, адамдар келіп оқып отыр ма? Жалпы нәтиже қалай болып отыр? Жалпы тренинг саласы мына қазір қатты дамып отыр, әсіресе қазақ тілді тренинг саласы. Қазақстанда өздеріңіз байқап отқан шығарсыздар ма? Көрінген адам қазір спикер, қазір көрінген бизнес тренер деп адамдар ренжушілерін айтып жатады ғой. Сан көбеймей сапа болмайды да. Ең бірінші қазір сандар көбейеді, одан кейін сапалар өзі әркім өз орнын табады. Бәсеке болған сайын уже сапаға жұмыс істейтін болады. Бәсеке болған сайын ол ең бірінші тұтынушыға пайдалы да. Өйткені олар сапалы контент алады, сапалы ақпарат алады, сапалы тәжірибесін алады кәсіпкерлердің. Әрқайсысы одан кейін бәсекелес болған сайын әрқайсысы бір жаңа нәрсе алып келгісі келеді нарыққа. Ал әрине сен егер жалғыз өзің отырып алсаң, саған ешкім қызық емес қой, өзің бәрін қалған нәрсені бересің, алсаң ал, алмасаң қой да, мысалшы. Ал қазір енді басқа тренерлер қимылдай бастады. Байқайсыз ба, көп жастар айтып жатыр ғой, өз ісімді таппай жүрмін, өзім таппай жүрмін деп. Өз маманын, өз саласын таппай жүрген адамдар көп. Жалпы сіз өз ісіңізді өзіңіз таптыңыз ба? Таптым. Мен қазір айта аламын, мен өзіме ұнайтын нәрсені. Өйткені қараңыз, мен оған дейін не істемедім да, мысалшы. Мемлекеттік қызметте істедік, Нұр Отанда болдық, одан кейін жеке компанияда жұмыс менеджер болып көрдік, одан кейін өз бизнесімді айналыстым неше жыл бойы. Бір қателеспесем 10 шақты стартап ашқан шығармын сол кезде мысалы. Одан кейін қазіргі таңда енді былай тренерлік адам дамыту жағы мысалы. Сол енді өзім тапқан сияқтымын да. Бірақ мен мысалы айта алмаймын. Мысалы бизнеске келген кездердің басында мысалы өзім шынымен осы менікі деп ойладым да. Бірақ біраз уақыттан кейін сен түсіне бастайсың, әлі ол немесе ол сен ана жолға апаратын тек ортаға көбірек екен. Құрал ретінде. Дұрыс айтасыз, сондай деп ойлаймын. Керемет. Жалпы алдағы мақсатыңыз қандай?
жоспарлаған Қазір жоспарымыз мына Қазақстандағы осына қазақша өте пайдалы контент беретін адамдарды дамытатын мына академияны үлкен кең ауқымда жасау. Иә, масштабын үлкейткізіп, әсіресе мына қазақ тілді аудитория ерекше ақпараттар беруді. Өйткені барлығы бізге қарағанда ғой, орыстар ресейліктерден аламыз, ресейліктер америкалықтардан алады да. Бәрі бір жерден. Қазір тренерлердің бәрін байқайсыз ба? Көп тренерлер бір-бірінің әңгімесін айтады көбінесе. Өйткені барлығы ресейліктерден алдында болды, ары қарай өзін дамытып жатқан жоқ. Ресейліктер не айтады, соны айтады, қазақ тілінде болды, сонымен сол деңгейде қалып қойып отыр. Бізге қазір басқаша өзіміздің қазақи менталитетке сай контент. Дұрыс айтасыз. Жалпы Мәке, енді сіз қазір осы салада біраз жүрсіз. Осы уақытқа дейін мақтана алатын қандайсыңыз бар? Мысалы мен мақтаналамын деп айта алмаймын, ол әркімге әртүрлі да. Ол өзім тұрғысынан болатын болса, мысалы мынандай майда жеңістер дейді ғой өмірдегі. Сен мысалы құлаған кезде сол қуаныш Шоңбай жақсы айтады да, сен дейді өмірде дейді, мысалы егер құлап жатқан кезде сен майда жеңістеріңнен алып қалады дейді да, сенің мектепте қызылға бітіргенің, универ қызылға бітіргенің, мысалы спорт түрінен бір чемпион болғаның, мысалы чемпиондықтар, солардың барлығы сен нормаң көтеріле береді, құлаған кезде соған сен ұстап қалады да, өйткені сен мотивация басқа нәрсе қалмай қалады ғой. Бір өмірде жалғыздық болған сияқты болып қаласың, мысалы, басқа сен ешкім түсінбейтін сияқты. Сол кезде мысалы күш жинауға сол бұрынғы өткен жеңістерің, майда жеңістерің. Кезінде мен қызылға бітірдім, менен бір үміт күтті ғой деген сияқты. Пайда болады. Әрине ол кезінде сен ол фундамент құрылды. Сол сен сақтап қалады. Сондай майда жеңістер ғана былай мен керемет үлкен нәрсе жасадым деп айта алмаймын да. Ол әркімдікі өзінікі. Ол сіздің неңіз, мысалы да, ол сіз үшін ғана маңызды да. Сыртқы адамдар ол сіз ол мүлдем қызық емес. Мысалы сіз не ойлап жатыр, ол мысалы сіздің проблемаңыз, мысалы әркім өз басындағы бір әлем бар өзінің. Сол немен жүрді. Сондықтан мен оны бір жетістік деп айта алмаймын. Сонда сізге қиын сәтте алдыға жетелейтін сол майда жеңістер ма? Иә, өмірдегі мысалы мен не істедім осы уақытқа дейін? Артқа қараймын да, шынымен егер мен соның бәрін істесем, өзімнің ойымша, мысалы майда жеңістерім, мен егер сондай әлсіз ойымдағыдай, сол дәл сәттегі ойымдағыдай әлсіз адам болсам, мен олар істей алмайтын ғой деген сияқты да. Сол жасадым, оның бәрі бекер бола ма сол кезде? Деймін, алды қарай тағы да күш жинаймын. Қазір байқайсыз ба? Көп жастар енді бір салаға кіріп, тез нәтиже жеткенін қалайды да. Сразу миллион тапқысы келеді, сразу 2 миллион тапқысы келеді. Бірақ бастапқы жаңағы текпе-жектен өткенді қаламайды да. Жалпы сол сонда үлкен нәтижеге жететін қандай жол бар? Негізі жол ұзақ па, қиыншылығы, қауқыметі қандай болады? Ана бір салада дейді да, мысалы әлемдік деңгейдегі мастер болу үшін 10 000 сағат керек дейді да. Біз ғылым бойынша жаңағы біреу айтты 10 000 сағат немесе 10 жыл. Мысалы сен бір саланы өте терең зерттеу керексің, сол кезде сен соны айта аласың деп. Мысалы мен сол оймен келісемін да. Себебі бізде көбісі айтып отырмын қазір жастардікі сол жағына кетіп қалып жатыр. Жылдан бәрі тез бай бола салғысы келеді, тез бастық бола салғысы келеді, тез бәрін істегісі келеді да. И соның арқасынан кәдімгідей көңілдері қалып, мысалы да, бизнестен бизнеске секіріп жүргендер сол. Ана саланы көреді, менікі емес, мына саланы көреді, менікі емес деп кішкене қиын болса тастап кете беретін неге шығар. Ал бәрі сөйтіп жатыр. Сен де сөйтсең, онда сен ештеңеге жете алмайсың да. Сенесіз бе, басында маған бокс клубты ашып жатқан кезде көбісі болмайды деп айтты ғой. Болмайды. Мейірбек, болмайды ол бокс клуб деген. Оның көрінген жер бокс клуб бар ғой. Қалада қанша тегін кружоктар бар, бокс клубтар мемлекеттің несінде. Сен қалай ақша таппақшысың депші. Достарың да айтады, отбасыңдағылар да айтады, жұмыстан шығып кеткен кезде мысалы. Сол кезде ең қиын сәттер ше. Бірақ мен мысалы бокс клубпен 5 жылдай болдым ғой, айналыстым ғой. Мысалы 2-ші жылдың өзінде біз 5-6 бокс клуб ашып тастадық та. Сол өте жақсы болды, бірақ кейіннен мысалы бизнес басқа екенін түсіндім да, ол сен көбейту сан емес та, ол сапа екенін түсіне бастайсың. Бірақ сол бокс клуб маған керек нәрсені берді, таныстырды керек адамдармен, маған тәжірибе жинады. Ең қиын сәттер сол кезде өзім күшейіме кәдімгідей әсер етті да. Оның бәрінің пайдасы болды дейсіз ғой, айналып. Әрине, оның бәрі пайдасы. Қазір бокс клуб жұмыс істеп тұр. Иә, бокс клуб қазір көбінесе бокс клубтардың бәрін інілеріме бергенбіз. Солар айналысады. Бірақ ол біраз уақыттан кейін маған бокс клуб қызықмай қалды. Өйткені мен өзімдікі болғаны, мен ойлаған әр адамның амбициясы бар. Сіздің өзіңіз амбицияңыз бар, сіздің ойлаған ойыңыз бар. Бірақ сізден апарат нәрсе бар да. Сен бизнесің арқылы жеткіңіз келеді, мысалы. Қазір жасап отқан жобаңыз арқылы сіз үлкен кісілердің көзіне көрінгіңіз келеді, көбірек ақша тапқыңыз келеді, мысалы да. Үлкен бір танымал тұлға болғыңыз келеді. Егер сол қазір осы
сол ойлаған нәрсеңіз мақсатыңызға жеткізбесе сізге ол қызықмай қалады. Маған бокс клуб ақша келді, тәжірибе берді, бірақ ол менің ойлаған нәрсем бермеді. Өз мақсатын басындағы кәсіпкер болу керек деген мақсатты орындады, маған тәжірибе берді, болды, өз мақсатын орындайды. Ол енді келесі кезеңге өту керек маған. Көп сол жерде қалып қалады да. Өмір бақи сол бір жерде қалып қалады. Тоқтамау керек та. Мойындан болды, маған жетті. Мысалы, орындамай жатыр ма ол несімен? Ана Қуаныш Шонбай жақсы айтады да, романтикалық қарым-қатынас болып қалады дейді. Бизнесмен көрген жақсы көріп қалсаң қимайсың ғана. Жоқ, қимай қалады дейді анашы. Бизнесін ше. Не сата алмайды, не біреуге тапсыра алмайды, не өз бизнесіне кете алмай қалады. И бизнестің екеуінің арасында романтикалық қарым-қатынас болып қалады. И сонымен жүре береді дейді. Мен жүргім келмейді. Уақыт келді ме, кету керек келесі неге, өту керек. Келесі деңгейге. Мәселен, менің осы сіз сияқты товар өндіруде менің тәжірибем бар. Бірақ мен жақсы торт жасай аламын, мүмкін бір жақсы пирог жасай аламын, мен осындай бір өзімді цехымды ашу үшін, осындай үлкен компаниялармен, осындай үлкен супермаркеттермен жұмыс істеу үшін бастапқыда не істеуім керек? Сіз бірінші кезекте шығарайын деп жатқан, мен айттым ба бағана, шығарайын деп жатқан затыңызды кім алатын, менің клиентім кім деген сұраққа жауап беруіңіз керексіз. Екінші кезекте бұл шығарайын деп жатқан заттың, мысалы, көп жағдайда бізде сұраныс бар ма? Иә, сұраныс бар ма, жоқ па, нарықтың сыйымдылығы қандай, бұл күнде алатын зат па, әлде аптасына бір, айына бір алатын зат па, әлде мейрамдарда ғана алатын зат па, сол нәрселерге. Одан кейін сақтау мерзімі, бұл қанша күн сақталынады, қанша күн товарный вид дейміз ғой, өзінің түрін сақтап тұра алады, дәмін сақтап тұра алады, қанша күннен кейін бұзылады. Одан кейін логистика мәселесі, жол көтере ала ма? Сіз басқа өңірлерге апару үшін бұл тасымалдаған кезде бұл бұзылып кетпей ма, қирап қалмай ма, сынып қалмай ма, ашылып қалмай ма деген сияқты нәрселер. Енді одан бөлек басты нәрсе сертификат дейді. Сол жақтары мысалы зерттену керек. Сертификатты қалай алу? Енді қазір әрине дамыған заман ғой, бірақ соның өзінде де дей тұрғанда да кішкене қиыншылықтар бар. Мына сэс мәселесі, сертификат алған кезде Нацекс деген компания бар, сол жерден барып керек құжаттарын алу керек, көру керек, оны қалай өзіңіздің цехыңыз болу керек деген сияқты көптеген нюанстар бар. Енді кәсіпкер болам деген адамға ол кедергі емес деп ойлаймын. Бастапқыда өзі жай үйден істеп сатса да болады, бастапқыда мысалы торт сияқты, бір пирог сияқты нәрселерді. Үйден сатқан нәрсені сіз супермаркеттарға сата алмайсыз да. Сіз шағын дүкендерге сатсаңыз болатын шығар. Енді тақырыпты кішкене басқа жаққа бұрсақ, жалпы сіз өзіңіз кәсіпкерсіз, айналысып жатқаныңызға бір 5-6 жылдай болды, кәсіпкерге кәсіби білім қаншалықты маңызды және әрдайым өзіңіздің біліміңізді, біліктілігіңізді жетілдіріп отырасыз ба? Иә, әрине. Енді мынау ғой, жаңа айттым ғой, кәсіпкерлік деген екі қыры бар таяқ сияқты да, ол бір жағы мысалға сен апатқа ұшырасаң, екінші жағы және жақсы адам болып кету деген сияқты. Егер сен кәсіби маман болатын болсаң, кәсіпкер болу жеңіл. Мынау айтамыз ғой біз, үлкен деңгейде мастер деп, өз ісінің маманы болсаң, ұстасы депші. Сен егер сөйтіп кез келген зат, мысалы қарапайым ғана бауырсақты алайықшы. Бауырсақ деген не? Ол бауырсақ неден тұрады? Ол бауырсақ ұннан тұрады. Оның иленуінен тұрады. Ең жақсы бауырсақ шығару үшін сенің жәнегі дайындап жатқан қамырың өте жақсы иленіп, жақсы деңгейде болу керек та. Ал сен мен сатып жатқан адам, мен егер осы бауырсақтың қамырын өзім илей алмайтын болсам, мен жұмысшыларынан сұрай алмаймын да. Неге бауырсақтың түрін талап ете алмайсыз да, қандай болатынын. Ол бауырсақты айттым ғой, мен өзім айлап қолмен илеген күндерім, өзім кескен, тураған күндерім, өзім пісірген күндерім де болды. Мысалға, қолымды да күйдірдім сол бауырсақтың арқасында мысалға да. Сондықтан енді мен ойлаймын, адам кез келген салаға бір кәсібилікпен кіру керек та. Ол зерттену керек. Нанның құрамы қандай болу керек? Нанға, мына мысалға бізде нан шығаратын заводтар көп қой, мысалға. Шығыстың ұндары бар, солтүстіктің ұны бар, Шымкенттің ұны бар. Әр ұнның өзінің нелері бөлек. Әр ұнға суда бөлек кіреді. Мысалға да, оның сорттары бар, оның бидайы бар, оның бидайы қай жерде егілген, сулы жері ме, жаңбыр жауатын жері ме, жаңбыр жаумайтын жері ме, осы нәрселердің бәрі қатты үлкен фактор болады. Өйткені мысалға солтүстіктің ұнына мысалға су көп қажет етеді. Мысалға Шымкенттің ұны су аз қажет етеді. Мысалға сол бір граммдардың өзі үлкен рөл ойнайды да. Сондықтан бұл жерде кішкене кәсіби болмасаң, кішкене қиындау. Өйткені сапаға да бәріне мән береді. Енді одан кейін кәсіпкерлік деген қазіргі біздің нарықтық заманда сен өзің дамытып, кітап оқып, тренингтарға барып, өзің дамытып отырмасаң, онда өте қиын. Сен көштен кеш қаласың. Өйткені артыңнан басып атқан күнделікті келіп жатқан конкуренция да өте қатты.
Сондықтан бұл жерде Солардан артықшылық болу үшін әрдайым жетіліп отыр. иә, әрине жетіліп отыруың керексің. Сен бұл жаңа маркетинг саласын оқуың керексің, сату бөлімін, отдел продаж дейміз, офлайн сату, онлайн сату, бұны қалай сату керек, кімге сату керек, жаңа айтып жатырмық қой. Нейромаркетинг дейді, адамдардың психологиясына қалай әсер етуге болады. Адамдар мысалға супермаркетке кіргенге сенің продукцияңды бірінші көзге түсу үшін қалай істеу керек деген сияқты нәрселерге дейін қатты жіттім. Мен өзім бақылап отырамын, зерттеп отырамын. Айтпақшы достар, маған соңғы уақытта әлеуметтік желілерден көптеген сұрақтар қойылды. Берекет арнасы ағартушылық арна ма, қайырымдылық арна ма деген сияқты түсініспеушіліктер болды. Осы олқылықтың орнын толтырып, біз берекет арнасының атауын кәсіпкер жолы деп өзгертуді жөн санадық.